Саламатсыздар білім алушылар. Арнайы пәндер оқытушысы Чайностипова Данагүл Ермаханқызы. Бүгінгі тақырыбымыз кәсіпорынды құру тәртібі. Сабақ барысында қарастыратын сұрақтарымыз кәсіпорын дегеніміз не? Кәсіпорынды құру тәртібі. Үшінші сұрағымыз кәсіпкерлікті дамытудағы мемлекеттік саясат. Сабағымыздың мақсаты қоғам игілігі үшін пайдалы өндіріске арналған ерекшеленген техника, экономикалық және әлеуметтік кешен кәсіпорын болып табылатындығын түсіндіру. Экономика адам өміріндегі даму процестері зерттейді. Яғни, өнімді өндіруде қоғам шектеулі ресурстарды қалай қолданып, өзара қалай бөлісетінін оқытатын ғылым. Ал кәсіпорын экономикасы осы мәселені жеке кәсіпорындар қалай шешетінін оқытады. Халық шаруашылығы дамып, экономикалық өркендеу өзегінде өндірістің негізгі түйіні кәсіпорын болып саналады. Кәсіпорын дербес экономикалық шаруашылық субъект. Қазақстан Республикасының дамып келе жатқан бүгінгі нарықтық экономикасында экономикалық элемент ретінде кәсіпорын өте маңызды орынға ие. Кәсіпорын қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыру мен пайда табу мақсатында қызмет ететін шаруашылық субъект заңды тұлға. Бұдан кәсіпорынның басты мақсаты пайда табу және қоғамдық қажеттілікті қанағаттандыру екенін білуге болады. Нарықтық қатынастар жүйесінде кәсіпорындар келесідей айрықша ерекшеліктермен сипатталады. Оларға жұмыс істеушілер саны, қай салаға жататындығы, негізгі және айналым қорларының құны, шығарылатын өнім көлемі жатады. Жұмысшылардың орташа жылдық саны мен орташа жылдық кірісіне байланысты былай айқындалады. Шағын кәсіпкерлік 100 адамға дейін айлық есептік көрсеткіштері 300 мың. Орта кәсіпкерлік 100 адамнан 200 адамға дейін айлық есептік көрсеткіштері 30 мыңнан 3 миллионға дейін. Ірі кәсіпкерлік 250 адамнан артық айлық есептік көрсеткіштері 3 миллионнан артық болады. Қай салаға жататындығына байланысты шаруашылық субъектілер еңбек құралдарына әсер етуіне байланысты өндіруші және өңдеуші болып бөлінеді. Өндірістің түріне байланысты жеке дара, әртүрлі номенклатуралы өнімдердің шығарылуымен ерекшеленеді. Сериялық бір тектес өнімдердің үлкен номенклатурада шығарылуымен ерекшеленеді. Жаппай өндірістің түрі тек қана аз номенклатуралы өнімдердің үлкен көлеммен шығарылуымен ерекшеленеді. Кәсіпорынның негізгі капиталы кәсіпорынның жойылмайтын активтерді құрайтын капиталының бөлігі. Заттай белгілері бойынша оларға ғимарат, құрал жабдықтар, жұмыс машиналары және тағы да басқаларды жатқызуға болады. Кез келген коммерциялық ұйым айналым құралдарынсыз қызмет ете алмайды. Олардың болуы кез келген өндірістік процестің ажырамас атрибуты болып табылады. Айналым құралдары өндірістік айналым қорлары, яғни оларға шикізат, негізгі материал, көмекші материалдар жатады. Сонымен қатар айналыс қорларынан құрылады. Оларға кассадағы және есеп шоттағы ақша қаражаттары жатады. Сонымен еліміз жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға ауысқаннан кейін таңдау еркіндігі мен бәсекеге негізделе бастады. Кәсіпорын құрылуында экономиканың өсуін екі жолмен қарастырамыз. Оларға интенсивті, сапалық және экстенсивті сандық жақтары жатады. Кәсіпорындардың сандық және сапалық өсуі арқылы Қазақстанда индустриалды инновациялық даму стратегиясы бағыт алды. Сонымен қатар шағын және орта кәсіпкерліктің дамуы ол ел экономикасының негізі болып саналды. Қазіргі таңда елімізде 25 мыңнан аса мекемелер мен кәсіпорындар бар. Жұмыс күшінің 1/4 бөлігі жұмылдырылып, ұлттық кірістің 15%-ін құрды. Нарықтық экономикада Қазақстан шаруашылығын 3 деңгейде қарастырамыз. Оларға бірінші кәсіпорындар мен мекемелерді жатқызамыз. Олар экономика құрылымының кірпіші болып саналады. Екінші, экономика салалары бойынша кәсіпорындар мен мекемелер өз қызметтерімен мемлекеттің түрлі қажеттілігін қамтамасыз етеді. Үшінші, салааралық өндірістік кешендер бойынша кәсіпорындар бірі-бірімен байланысқан ортақ өндірістік нәтиже көрсетеді. Кәсіпорынды құру тәртібі бойынша кәсіпорынды құру туралы шешімнің қабылдануы мен жарғы капиталының құрылуын қарастырамыз. Кәсіпорынды құру мақсаты тек пайда табу емес, сонымен қатар өнім шығару немесе қызмет көрсету, жұмыс орындарымен қамтамасыз ету, ғылыми техникалық прогресс жетістіктерін қолдану, яғни инновациялық техника технологияны пайдалану.
Жаңа кәсіпорынды құру туралы шешімді капитал иесі қабылдайды. Жаңа кәсіпорын құрған кәсіпкердің діттеген идеясы, яғни кәсіпорынның мақсаты болуы қажет. Бастапқы капиталы кәсіпорынды құру, керекті шикізат пен материал, құралдарды сатып алу, жұмыс күшін жалдау үшін керек. Кәсіпкер негізгі капиталын жұмсағаннан кейін есептей білуі керек. Істі бастағанда қандай және қанша қаражат керек екендігі, істі бастағанда және кейін түсетін пайда мөлшері қандай екенін. Кәсіпкер бастаған ісін жылжыту үшін серіктестерді іздейді, яғни оларға жұмыс істеп, қаражатын кәсіпкерлік іске салғысы келетін адамдарды табу. Сонымен қатар кәсіпорынды басқару тетігін құрастыру. Ұйымдастырушылық жоспар құру қажет, яғни жұмыс жоспарын құру, орындалуын бақылау, әр жұмысшының атқаратын қызметін анықтау және жұмыс орындарын бекіту. Іс қағаздарды ресімдеу кезінде ең басты құжат кәсіпорынның жарғысы болып табылады. Кәсіпорынның жарғысы жаңа кәсіпорын заңды тұлға екендігін, кәсіпорынның мақсаты мен принциптері көрсетіледі. Құрылтайшылардың ақшалай үлесі мен мекен жайлары, басқарушы мүшелері, кәсіпорынның құқығы мен міндеттері белгіленетін негізгі құжат. Жарғыда жарғы капиталының көлемі, қайдан келгені, кәсіпорын түрі, қай салада жұмыс істейтіні көрсетіледі. Кәсіпорын жарғысы құрылтайшылар тарапынан бекітіліп, арызбен бірге жергілікті әділет органдарында тіркеліп, кейін салық комитетіне тіркеліп, кәсіпорын өз мөр таңбасы болуына құқық алады. Кейін банкке барып, өз есеп шотын ашып, жұмысын бастайды. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті 2012 жылдың 14 желтоқсанында Қазақстан 2050 стратегиясында шағын және орта бизнесті қолдауды жүйелі түрде нығайтуға айрықша көңіл бөлді. Елімізде шағын бизнесті гүлдендіруге инвестициялық климаттың жағдайы да жасалған. Оларға нақты инвестициялар, қаражаттың нақтылы активтерге жұмсалымы, қаржы инвестициялары, бағалы қағаздар мен акцияларды сатып алуға бағытталды. Венчурлік инвестициялар тәуекелді жұмсалымдар болып табылды. Кәсіпкерлікті дамыту мемлекеттік саясаттың ажырамас бөлігі. 2010 жылдан бастап шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту және қолдау мақсатында бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы іске асырылуда. Бұл бағдарлама бойынша қолдау келесідей бағыттар бойынша жүзеге асырылды. Жаңа бизнес бастамаларын қолдау, кәсіпкерлік секторларды сауықтыру, өнімді шетке шығаруға бағдарланған өндірісті қолдау. Бағдарламаның нәтижесінде жыл сайын 10 мыңнан астам кәсіпорындар ашылуда. Орташа есеппен жылына 3 триллион өнім өндіріліп, жылына 30-40 миллиард қаржы бөлінді. Шағын және орта бизнестің көлемі қазіргі таңда 30%-ға көтерілді. Шағын және орта бизнесті құру мақсатында мемлекеттің қолдауымен құрылған мемлекеттік органдар мен мекемелер, Қазақстан Республикасының индустрия және сауда министрлігі, инжиниринг және технологиялардың трансфертті орталығы акционерлік қоғамы, Даму шағын кәсіпкерлік дамыту қоры акционерлік қоғамы, ұлттық инновациялық қорлары акционерлік қоғамы және тағы да басқа мекемелердің қолдауымен құрылып жатыр. Сонымен қатар бизнестің жол картасы 2025 бизнесті қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы да құрылды. Бағдарламаның мақсаты экономиканың шикізаттық емес секторларындағы өңірлік кәсіпкерліктің тұрақты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету, сонымен қатар бар жұмыс орындарын сақтау және тұрақты жұмыс істейтін жаңа жұмыс орындарын құру болып табылады. Алу мақсатында қажет. Сабағымызды қорытындылай келе, кәсіпорын тақырыбын оқығаннан кейін оқушы кәсіпкерлік қызметтің түрлерін, ұйымдық құқықтық нысандарын ажыратып, кәсіпорынның қалай құрылатынын білуі керек. Үйге тапсырма: жаңа кәсіпорынды құру факторлары, белгілі бір саладағы ғылым мен техниканың даму үрдісін дайындап келу. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.